Pythonда шартты тексеру барысында теңдікті тексеру үшін тең белгісі 2 рет қойылады. Мысал қарастыратын болсақ, пароль деп бір айнымалы ашайын. Ол жерде 1 2 3 4 5 деп мен паролім сақтадым мысалға. Енді қолданушы бір кодқа мәлімет енгізеді. Сандық мәлімет a тең int input. Енді біз тексеріп көрейік. Егер осы қолданушының енгізген мәліметі a және менің паролім екеуі сәйкес келетін болса, онда дұрыс деген мәлімет шығарайық. Ал егер екеуі сәйкес келмейтін болса, else, онда қате дейік. Print қате. Запуск басып көретін болсақ, мына жерде қазір қолданушының енгізетіні мысалға 1 2 3 4 5 тура келсін дейік. Enter'ды басқанда дұрыс деген жауап шығады. Яғни менің паролім 1 2 3 4 5. Одан кейін менің енгізгенім A-ға түседі. Сөйтіп A мен сол пароль екеуі сәйкес келді ма? Екеуі тең болды ма? Бұл жерде тең белгісі тең-бе-тең деп 2 рет қойылатын болады. Және осы орындалса дұрыс деген жауапқа алып келеді. Егер 1 рет теңдік қоятын болсақ, бұл жерде мына жерде қызыл жанып тұрған байқауға болады. Бұл синтаксистік қатеге алып келеді. Pythonда теңдік белгісін қоятын кезде 2 түрлі жағдай болады. Жаңағы бір теңдікті қолданатын жер, мысалға a тең пароль деген. Бұл меншіктеу. Меншіктеу дегеніміз a айнымалысының ішіне пароль деген айнымалының ішіндегі тұрған информацияны былайша айтқанда копировать етіп, дублировать етіп сақтау. Яғни бұл a-ның мәнін беру, бекіту. Ал 2 теңдік белгісін қоятын болсақ, бұл a мен парольдің ішіндегі заттар екеуі бірдей ма деген сұрақты алып келеді. Бұндай сұрақтың жауабы либо я, либо жоқ болады. Мысалға мен мына жерде print a тең пароль деп жазатын болсам, және мына жердегі теңдікті дұрыстап қояйын. 1 2 3 4 5 мен пароль дұрыс енгізейін. Мына жерде бірінші дұрыс деп шыққан сөз if операторының дұрыс орындалғандықтан мына 5-ші қатардағы print жолына келіп отырық. Мына print сәйкесінше орындалмайды, else-қа бармаймыз. Ал мына print бұл if else-ке қатысы жоқ, оларға тәуелді емес, бұл жеке тұрған print. Оның ішінде a мен пароль екеуі тең ба деген сұрақ туындап тұр. Ол сұрақтың жауабы иә, яғни true қайтарады. Демек, Pythonда бір теңдік белгісі мына бірінші, екінші жолда көрсетілгендей бұл меншіктеуді білдіреді. Яғни пароль деген айнымалыға мынандай мән меншіктеліп отыр. Немесе a деген айнымалыға енгізуші мәлімет меншіктеліп отыр. Меншіктеу дегеніміз осындай мәнді a айнымалысында сақтау деген сөз. Ал 2 рет теңдік белгісін қоятын болсақ, a-ның мәні мен парольдің мәні екеуі сәйкес келе ма деген сұрақ болады. Және оның жауабы сәйкес келсе true, сәйкес келмесе false деген жауапқа алып келеді.